Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі күн қазанның 23-і. Сабақтың тақырыбы менің ең жақын досым. Мой самый близкий друг. Ең самый жақын близкий досым друг. Жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. 67-ші бет. Открыли 67-ю страницу. Ең жақын, самый близкий. Жақын, близко, близкий, ең самый. Күшік, щенок. Мысық, кошка. Есіне сақта. Запомни. На странице 67 есть эти предложения. Осындай сөйлемдер бар. Менің ең жақын досым. Мой самый близкий друг. Досым ұнайды. Друг нравится. Ұнайды нравится. Менің күшігім бар. У меня есть щенок. Менің мысығым бар. У меня есть кошка. Бұлар менің достарым. Они мои друзья. Менің күшігім бар, мен мысығым бар, менің мысығым, күшігім, менің достарым. Еще раз повторим, қайталаймыз. У меня есть самый близкий друг. Менің ең жақын досым бар. Досым ұнайды. Друг нравится. 67-ші бетте тыңда, қайтала, оқы. Есть картинки про Альбека и про Анну. Альбек говорит, Саша говорит, Альбек менің ең жақын досым. Саша говорит, Альбек менің ең жақын досым. Альбек мой самый близкий друг. Аннель говорит, Анна менің ең жақын досым. Анна самая близкая подруга. 68-ші бетте тыңда, қайтала, оқы. Менің күшігім бар. Ол ақылды. Менің күшігім бар. Ол ақылды. У меня есть щенок, он умный. Менің мысығым бар. Оның аты Марғау. У меня есть кошка, ее зовут Марғау. 68-ші бетте оқылым, айтылым, чтение, говорение. Бірінші тапсырма, екінші тапсырма. Мәтінді оқы, прочитай текст. Саша, Анель, Анна, Қанат, менің достарым. Альбек говорит, Саша, Анель, Анна, Қанат, мои друзья. Қанат, менің ең жақын досым. Қанат, мой самый близкий друг. Ол мейірімді, он добрый. Мейірімді, добрый. Екінші тапсырма, сұраққа жауап бер. Ответь на вопросы. Сенің досың қандай? Твой друг какой? Менің досым мейірімді. Мой друг добрый. Менің досым ақылды. Мой друг умный. Менің досым жақсы. Мой друг хороший. Менің досым әдемі. Можно сказать, моя подруга красивая. Оқылым, үшінші тапсырма, 69-ші бет. Альбек говорит, менің күшігім, мысығым бар. Күшігімнің аты Ақдос. Щенка зовут Ақдос. Ол ақылды. Он умный. Мысығымның аты Марғау. Кошку зовут Марғау. Олар менің кішкентай достарым. Они мои маленькие друзья.
Оқу тапсырмасы 69 бет, 4-ші тапсырма. Вы должны учебное задание сделать устно. Үлгі образец. По образцу ответить на вопросы, составить диалог. Сенің досың бар ма? У тебя есть ли друг? И я. Менің досым бар. Да, у меня есть друг. Оның аты кім? Как его зовут? И вы должны поставить имя своего друга. Оның аты... Альбек говорит Қанат. Вы называете своего друга или подругу. Сенің кішкентай досың бар ма? У тебя есть маленькие друзья? И я. Менің күшігім, мысығым бар. Ол қандай? Ол ақылды. Он какой? Он умный. В данном случае про щенка говорится. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.